Бәріміз сүйіп жейтін халваның пайдасымен қатар зияны бар екенін сіз білесіз бе? Онда видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл дәмді шығыс нәзіктігінің отаны ежелгі Персия, енді ол Иран мемлекеті. Бір қызығы, көптеген Азия елдерінде бұл тәттілік әлі де тек қолмен жасалады. Әйтпесе ол өзінің ең жақсы дәмін жоғалтады деп сенеді. Ол біздің аймаққа 20 ғасырдың басында әкелінген екен. Ал қазір ол дастархан басында мүлдем таныс өнім. Сондықтан халваның пайдасы мен зияны жақсы зерттелген. Оны өндіру үшін шикізат ретінде майлы дақылдар, күнжіт пен күнбағыс немесе жаңғақтар, оның ішінде жер жаңғақ қолданылады. Біріккен халва бар. Бұл тәттінің құрамында ақуыздың көзі болып табылатын заттар, сонымен қатар калий мен мыс, магний мен натрий, кальций мен фосфор, темір мен мырыш сияқты микроэлементтер бар. Бұл композицияның арқасында халваның артықшылықтары оның бірегей биологиялық құндылығында, денені сауықтыру мен жасартуда. Күнбағыс халва құрамында В1 дәрумені бар. Халваның пайдасы бұл жүйке жүйесін реттей отырып, асқазан сөлінің қышқылдылығын және жалпы алғанда ас қорыту жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіріп, қан айналымын жақсартады. Халвада сонымен қатар F1 витамині бар. Ол қан тамырларының қабырғаларында холестеринді тұндыру қаупін азайтады. Сондықтан халваның қолданылуы жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларының дамуына жол бермейді. Терінің және шаштың күйін сау етеді. Тахин халва күнжіт тұқымының целлюлозасынан дайындалады. Оның құрамында минералды және витаминді құрамы кем емес. Халваның бұл түрінің пайдасы тыныс алу жүйесі мен тірек қимыл аппаратында пайдалы әсер ету қабілетінде деп есептелінеді. Күнжіт халвасын қолдану остеопороз, мигрень және асқазан қатерлі ісігі сияқты аурулардың жақсы алдын алады. Дәстүрлі емшілер жиі осындай халваның суық тиюді емдеуге және күш жоғалтуды жоюға кеңес береді. Жер жаңғақ халва сонымен қатар құрамында B2, B6, PP, D және E дәрумендері бар. Бұл жаңғақтардың халваның өте маңызды артықшылығы. Бұл адам ағзасында жасушалардың өсуі мен жаңаруын қамтамасыз ететін көрінеді. Құрамында магний мен темір денені бос радикалдардан жақсы қорғайды. Алайда кейбір жағдайларда халваның зияны да пайда болуы мүмкін. Шындығында ол әдетте патока қантының көмегімен дайындалады. Мұндай өнім қант диабетімен ауыратындарға мүлдем болмайды. Бұл адамдар фруктозаға негізделген арнайы дайындалған халваны ғана жей алады. 12 елі ішектің немесе асқазанның ойық жарасын қамтитын ас қорыту жүйесінің көптеген ауруларында бұл десертті жеуге болмайды. Мұндай жағдайда халваның зияны шырышты қабықтың оның құрамын құрайтын заттардың тітіркенуіне байланысты болуы мүмкін. Халва бауыр ауруы бар, холециститпен ауыратындарға да қарсы. Аллергияға бейім адамдар үшін бұл тәттіліктен бас тарту керек. Тәттілер әдетте үстелде әрқашан болады, бірақ оларды қолдануда ұстамдылық қажет. Және кез келген жағдайда тек пайда алу үшін және халваның зияны өзін сезінбеу үшін мамандардың ұсыныстарын ұстану маңызды. Ал бала емізу кезінде халваның пайдасы бар ма? Халва жаңғақтар мен дәндерден карамель және қант массасынан жасалатын өнім. Тағамның мұндай құрамының калориясы жоғары болады. Бұл шамамен 100 грамм үшін 450 килокалория болып есептелінеді. Бала емізетін ананың күндізгі уақытта тұтынатын калория мөлшері 400-500-ден артық болу керек. Демек, тәттінің кішкене бөлігін жеуге болады деген сөз. Бала емізетін әйелдер құрамы ақуызға бай жаңғақ секілді тағамдарға басымдық беру керек. Сонымен бірге халва қосылатын жаңғақтар қанттың, карамельдің немесе балдың айтарлықтай бөлігімен біріктірілетінін есте сақтаңыз. Әрі бұл көмірсулардың көзі болып саналады. Бұл қоспалар емізетін аналардың ағзасына қажет, бірақ қалыпты мөлшерде болуы тиіс. Кейбір әйелдер халва жеу сүттің көбеюіне ықпал етеді деп санайды. Бұған ғылыми дәлелдер жоқ. Дегенмен тәтті жеу сүттің майлылығын арттырады. Майдың пайыздық мөлшерінің аздап өсуі баланы тез тойдыруға және қуат алуына мүмкіндік береді. Бала емізетін ананың ас мәзіріне кез келген жаңа өнім бірте-бірте қосылуы керек. Халваны 15-20 грамм болатындай аз бөліктен бастаңыз және мүмкін болса таңғы асқа жеген дұрыс.
Халваны қантсыз шаймен, сумен, қатты тәтті емес компотпен ішуге де болады. Ал баланы емізгеннен кейін оған қаншалықты әсер еткеніне назар аударыңыз. Егер бәрі қалыпты болса, халваның үлесін біртіндеп 100 граммға дейін арттыруға болады. Алайда бір күннің ішінде 100 граммнан артық халва жеуге мүлдем болмайды. Балаңыз 2 айға толғаннан бастап тамақтану рационыңызға халваны енгізе аласыз. Халва сатып аларда артық қоспасы жоқ өнімді таңдап, жарамдылық мерзіміне көңіл бөліңіз. Майсыздандырылған күнжіт тұқымының қабығы мен сүйегінен ажыратылған құрма қосылған халваның құрамында жасұнық мол болады. Бұл компоненттер антиоксиданттарға бай, әрі ағзаға пайдалы. Сонымен қатар жасұнықтың ағзада артуы ас қорыту жүйесіне кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан өнімді тұтынуды өте аз бөліктен бастау керек. Бал қосылған халвадан бас тарта тұрған жөн, өйткені бал өте күшті аллерген болып саналады. Халва әртүрлі өнімдерден, яғни жержаңғақ, күнжіт, күнбағыс тұқымдары, пісте, сол сияқты өнімдерден дайындалатындықтан сіз өзіңізге ұнайтын халва түрін таңдай аласыз. Дегенмен өнімдің өзіндік құны сияқты дәмі де әртүрлі болып келеді. Халва жаңғақтар мен дәндерден жасалатын табиғи тәтті тағам түрі. Оны аз мөлшерде жеген жағдайда ғана ағзаға пайдалы болады. Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.